Армысыздар жақсыларым, және біздің арнамыздың жазылушылары. Бүгінгі біздің сіздермен жүздесу мақсатымыз әрқайсымыз пайдаланып жүрген смартфон немесе iPhone және тағы да басқа гаджет, теледидар деген сияқты осы гаджеттерімізді қазақшалау нұсқасы. Мысалы, әр телефонда өзінің баптаулары болады. Баптаулардың белгісі міне. Өздеріңіз білесіздер, осындай белгімен белгіленеді. Осыны батырманы басамыз. Және батырмада, егер орысша тұратын болса, настройки, параметры, және соның ішінде общие настройки деген болады. Общие настройкиға кіреміз, тіл және енгізуді басамыз, языки ввод, оның ішінде язык дегеннің ішінде добавить язык дегенді басамыз, міне осыны. Соның ішінде тілдер тізімі болады. Сол тілдер тізімінен қазақ тілі деген, Қазақстан деген таңдап аламыз. Ол қосылған кезде қазақ тілі Қазақстан және оның алдында тұрған русский язык, Ресей, не болмаса английский язык, Англия деген деп тұрады. Соның қажет емесін алып тастаймыз, қазақ тілін қалдырамыз. Сонда біздің телефонымыздың интерфейсі толығымен қазақшаланады. Және де құрметті достар, мынау біздің кез келген күнделікті пайдаланатын қосымшамыз, ол Kaspi.kz болсын, Яндекс.Го болсын, InDriver болсын, Мой Билайн қосымшалары деген сияқты осындай кез келген қосымшалардың барлығы, WhatsApp, YouTube барлығы қазақша нұсқалары болады әрқайсысында. Тек қана оны баптауларына кіріп, қазақ тілін орнату керек. Міне мысал үшін айталық, мен Билайнды ашайын. Мысалы, Билайнды ашайық. Міне, қарап отқандарыңыздай барлығы қазақша. Егер қандай да бір өзгертулер қажет болатын болса, мои номера деп кіресіз, оның ішінде жаңағы баптаулар, онда да тіл дегендері бар, соларды кіріп өзгертіп алуға болады. Міне, YouTube арнасы, YouTube қосымшасы, ол барлығы міне қазақ тілінде негізгі бет, жазылымдар, жинақ деген сияқты. Барлығы қазақша көрсетіліп тұрады. Яндекс.Го бұл енді ұзақ ашылады. Жалпы негізі көп адамдар, мен жаңа таныстарым, достарыммен хабарласып сөйлескен кезде, телефоныңды көрейінші, маған қазақша ма деп неткен кезде орысша болып тұрады. Соны айтам, неге қазақшаға ауыстырып пайдаланбасқа десем, ой, қойшы, ыңғайсыз ғой дейді. Ондай ойды біріншіден қазірден бастап доғаруымыз керек. Әлбеттен қазірден бастап біз өзіміз осы қазақша пайдаланып, және де балаларымызды, жақын туысқандарымызды, бауырларымызды болса да жақын адамдардан бастап осылай бір үлесімізді әрқайсымыз қосып, бәріміз осылай пайдаланатын болсақ, әлбетте біздің қазақ тілі мәртебесі жоғарыға көтерілетіні сөзсіз. Ендеше, құрметті жазылушылар, достар, пікір қалдырып, бейненің астына өздеріңіздің лайктарыңызды қойып отырыңыздар. Егер ұнамаса, кері лайк қойыңыздар, ұнаса лайк қойыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар, ұсыныстарыңызды жазыңыздар. Және біздің арнамызды қолдап, әрқашан бізбен бірге болғандарыңызға алғыс білдіремін. Келесі жүздескенше сау саламатта болайық. Амандықта кездескенше.